1949 жылғы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытай қалай өзгерді? Қытай Халық Республикасының құрылуы 1945 жылдың тамызында Қытай Жапон оккупациясынан азат етілді. Бұл үдерісте Гоминдан мен Қытай коммунистік партиясы маңызды рөл атқарды. Гоминданның жетекшісі Чан Кайши Қытай Республикасының үкіметін басқарды. Ол экономиканы нарықтық қатынастар негізінде дамыту мен батыс елдерімен байланыстарды нығайтуды жақтады. Мао Цзэдун басқарған Қытай коммунистік партиясы КСРО-ның қолдауына сүйенген қуатты саяси күшке айналды. Мао Цзэдун социализм мен коммунизмді қарулы күрес, террор және зорлық-зомбылық арқылы жедел қарқынмен құруға ұмтылды. Ол социализм құрылысы барысында таптық қайшылықтар үнемі шиеленісе түседі деп есептеп, қарсыластарына қарсы тұрақты күрес жүргізді. Қытай ұлттықшылдығының жақтаушысы болды. Азамат соғысының нәтижесінде Қытай коммунистік партиясы Гоминдан әскерін жеңді. Гоминданның жеңілу себептері: жемқорлықтың кең таралуы, халықтың сенімінен айырылуы, Жапон басқыншылығына қарсы күрестегі әлсіздігі, ақш көмегінің тиімсіз ұйымдастырылуы. 1949 жылы 1 қазанда Пекинде Қытай Халық Республикасы жарияланды. Қытай Халық Республикасының құрылуы Қытай тарихындағы түбегейлі бетбұрыс болды. 2 қазанда Қытай Халық Республикасын КСРО мойындады. Елдің басшысы Мао Цзэдун болды. Қытай социализм құру жолына түсті. Билік толығымен Қытай коммунистік партиясының қолына өтті. Елде бұрын болмаған жаңа саяси және экономикалық жүйе қалыптасты. Бұл өзгеріс Қытайды жартылай отар, әлсіз елден орталықтанған мемлекетке айналдыруға бағытталды. Қытай Халық Республикасының экономикасы күйзелген жағдайда еді. Халықтың шамамен 90%-ын шаруалар құрады. Артты қалушылықты жоюға көп уақыт қажет болды. 1950 жылы КСРО мен қ.р. арасында достық, одақ және өзара көмек туралы шартқа қол қойылды. Аграрлық реформа жүргізілді. Помещиктердің жерінің көп бөлігі ұлттық меншікке алынды, қалғаны шаруаларға таратылды. Экономиканың мемлекеттік секторы ірі буржуазия мен шетел капиталының мүлкін тәркілеу арқылы құрылды. Жеке шаруашылықтар біртіндеп ұжымдық шаруашылықтарға біріктірілді. 1954 жылы социалистік мемлекет ресми бекітілді. Билік компартия қолына шоғырланды. Жоғары орган Қытайлық халық өкілдерінің жиналысы болып табылды. Мао Қытайды қысқа мерзімде индустриялық державаға айналдыруды көздеді. Негізгі шаралар: халық коммуналарын құру, барлық өндірісті қоғамдастыру, аула пештерінде металл балқыту. Жоспарда асыра орындау талаптары қойылды. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы құлдырады. 1959-1961 жылдары арасында жаппай ашаршылық орын алды. Миллиондаған адам қаза тапты. Мао партия ішіндегі қарсыластарын әлсірету мақсатында мәдени революцияны бастады. Мәдени революция Қытайды әлемдік революциялық қозғалыстың орталығы деп жариялау. Қытай коммунистік партиясы ішіндегі оппозицияны басу, партияны тазалау. Партиялық ұйымдарды күйрету, билікті революциялық комитеттерге беру. Террор, зиялы қауымға қорлық көрсету, қарсыластарды лагерлерге жіберу, маоистік диктатура орнату. Буржуазиялық өмір салтына қарсы күрес, әлемдік атом соғысы идеясын насихаттау. Мәдени революцияның бірінші кезеңі жаппай зорлық-зомбылықтың өршуі болды. Әдебиетшілер мен ғалымдарды баспасөзде әшкерелеу жүрді. Кейін жастар жасақтары тартылды. Мәдени революцияның екінші кезеңі Мао Цзэдунның жеке басына табынудың күшеюі, партия ішіндегі күрестің жалғасуы. Нәтижелері: әскери бюрократиялық диктатура орнатылды. Шамамен 10 миллион адам қаза тапты. Революция Мао Цзэдунның 1976 жылғы 9 қыркүйектегі өліммен аяқталды. Мао Цзэдун билігінен кейінгі Қытай. Мао Цзэдун жақтастар мен реформаторлар арасындағы күрес басталды. Нарықтық қатынастар негізінде Қытай қоғамын реформалау басталды. Ел ауыр жағдайда болды, аштық, жұмыссыздық, карточкалық жүйе сақталды. 1977 жылы мәдени революцияның аяқталғаны ресми түрде жарияланды. Дэн Сяопин Қытайдағы ең ықпалды тұлға болды.
Дэн Сяопин, майыстыр реформатор, Қытайлы қайта құрудың бастамашыларының бірі. Мәдени революцияны феодалдық фашистік диктатура деп атады. Бір ел екі жүйе тұжырымдамасын ұсынды. Бұл Тайваньды Қытаймен бейбіт жолмен біріктіруді көздеді. Коммуналарды таратты. Нарықтық элементтер енгізді. Шетел инвестициясын тартты. Арнайы экономикалық аймақтар ашты. Нәтижесінде өнеркәсіп жылына шамамен 10-11%-ға өсті. Халықтың табысы артты. Қытай әлемдік экономикаға кірікті. Бірақ саяси жүйе авторитарлық күйінде қалды, демократиялық қозғалыстар басып жаншылды.